Бәріне сәлем. Бүгінгі видеода қазақ ютубы неге дамымағанын, болашақта дамуы мүмкін бе, осы туралы айтатын боламыз. Бұндай форматтағы видео менің каналыма арналмаған, бірақ бәрібір де ютубқа байланысты болғасын осы видеоны шығарамын деп шештім. Видео басталмай жатып арнаға тіркеліп лайк басып кетіңдер. Сендермен бірге топ тайм арнасы, видеоны бастаймыз. Қазір в тренде деген бөлімге кіріп қарашы. 50% кино сериал, 30% орыс тілді видеолар, қалғаны жаңалық, шортс видеолар және тағы басқалары. Қазақ тілді ютуберлер анда-санда трендтер қатарына кіреді, кейін шығып кетеді. Міне осы дәлелден кейін қазақ ютубы әлі дұрыс дамымағанына көз жеткізуге болады. Енді сендерге не себептен қазақ ютубы әлі дұрыс дамымағанын айтайын. Бұл себептерді мен 5 топқа бөлдім, сол үшін әрқайсына жеке-жеке тоқталайық. Бірінші себеп тіл. Бұл басты себептердің бірі. Өздерінде білесіңдер, қазақ тілі қазіргі жағдайда енді дамып келе жатыр. Бұған дейін кейбір қазақтар орысша канал ашып дами бастады, ал қазақ тілді арналарға қолдау аз болатын. Соның әсерінен орыс тілді арналарға тәуелділік артты. Қазіргі таңда Қазақстанда 12 миллионнан астам адам YouTube қарайды, оның 8 миллионы қазақ тілді видеоларды көреді. Алдыңғы жылдармен салыстырғанда біршама жоғары көрсеткіш танытты. Әрине, бұл бізді қуантады. Екінші себеп уақыт. Егер білмесеңдер, қазақша арналар 2015 жылдары ақырында пайда бола бастады. Және де сол жылдары қазақ тілді арналарды өте аз адам қарайтын. Көп қазақтар тек орысша каналдар қарап, қазақ ютуберларын байқамай қалды. Соның кесірінен 2015 жылдары орыс тілді арналарда 5 миллионнан астам подписчик бар болды. Қазақ тілді арналарда тіпті 10 мыңнан аса подписчигі бар ютуберлер жоқ еді. Осы себептен қазақ ютубы орыс ютубына қарағанда біршама артта қалып, даму қиындай түсті. Үшінші себеп ерекше контенттердің аз болуы. Қазір бізде летсплей, кино, сериал секілді бағыттарға қазақ ютубында қолдау өте көп. Сол үшін басқа да ютуберлер сол туралы канал ашып, ютубта көбейе береді. Мысалы, Нурик Бөрікті алсақ, ол алғаш рет киноларды қысқаша айтатын канал ашты. Қолдау жақсы болғасын, басқа да адамдар сол бағытта каналдар аша берді. Соның әсерінен соған ұқсас каналдар кәдімгідей көбейді. Бірақ та бұл бағытты барлығы қарайды деген сөз емес. Әрі кетсе 2-3 миллион қазақ көретін бұлар, бірақ қалғандары басқаша видеоларды көргенді ұнатады. Әр адамның қызығушылықтары әртүрлі болғасын, оған қызықпайтын адамдар өзінен айтын контенттерді көргісі келеді. Ал ол контент қазақ тілінде жоқ болғасын, амал жоқтан сол бағыттағы орыс ютуберлерін қарайды. Егер сен ютубты бастаған келсе, өзің жақсы көретін контентпен айналыс. Сонда өзің аудиторияңды жинап, ерекше каналдарға айналасың. Мынау жақсы жинайды деп, өзің түсінбейтін, ұнамайтын контентке жоламай ақ қой. Төртінші себеп ютуберлердің аздығы. Қазақстанда әлі де ютуберлер жеткіліксіз. Бұның салдарынан орысша видеоларға деген тәуелділік артады. Егер бізде мықты ютуберлер көбейе берсе, орысша видеоларға деген сұраныс азайып, өсіп келе жатырған балалар тек қазақша видеолар қарап, қазақ тілі мен қазақ ютубын жоғарғы деңгейде көтеретін еді. Қазір елімізде халық саны өсуде. Бұл дегеніміз болашақта мықты ютуберлер көбейеді деген сөз. Бірақ қазірге дейін қазақ ютубына тез дамуына кедергі жасады. Бесінші себеп орысша видеоларға деген тәуелділік. Қазір мен қарап отырған көрермендердің 60-70%-дан астамы орыс тілді арналарды қарайды. Тіпті өзім де орыс тілді каналдарды көремін. Әрине, кім не қараса да өзі біледі, бірақ бұл қазақ ютубына қатты әсер етеді. Оның видеосын трендке шығаруға көмек беріп, дамуына келіп соғады. Мысалы, өзіміздің трендті көрсек, А4 или осындай пайдасы жоқ шортс видеолар біздің арқамызда дамып жатыр. Негізі бұндай видеоларды қарамауға кеңес беремін. Егер шортс видеолар көргің келсе, TikTok немесе Instaдағы рилстарды көре сал. Сонда осындай говнолар біздің трендке кірмей, оның орнына қазақ тілді видеолар тұратын еді. Енді қазақ ютубының болашағы бар ма? Сол туралы өз ойымды айтып кетейін. Менің ойымша бар. Себебі осы жылдан бастап бірнеше мықты арналар пайда болды. Тіл жағынан да, халық саны жағынан да енді дамып келеміз. Бұл дегеніміз болашақта 10 миллионнан астам подписчигі бар ютуб арналарға қол жеткіземіз деген сөз. Сол үшін де барынша қазақ ютубын дамытуға күш салайық. Егер видео ұнаса, арнаға тіркеліп лайк басып кетіңдер. Айтпақшы, мен келесі видеоны дайындап қойдым. Осы видеоға 100 лайк жиналса шығаратын боламын. Сендермен бірге топ тайм санасы. Келесі кездескенше.